Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге оюлы жастық тігуді үйренеміз. Мен сіздерге негізгі оюдың техникасын үйретем, қалай тігу керек, не істеу керек, және тура осы техниканы сіздер алдағы уақытта көрпеше тігуге пайдалана аласыздар. Мен матамды алдымен түктеп алдым. 50-де 50 сантиметр матаны осылай аламыз. Және де осы мына матаның беті мына артқы жағына қазір біз паутина жабыстырамыз. Паутинаны ең алдымен жабыстырып аламыз. Одан кейін оюмыздың суретін салып қиып аламыз.